Сайыскерлерімізге сәттілік тілей отырып, сабағымызды бастасақ, жарысымызды. Гүлжан 104-ші топ, Қайпанова Гүлден 105-ші топ, Берғожа Әнел 107-ші топ, мейірберісі 9-шы сынып негізінде, Исламия Айым 107-ші топ, Батырбай Нұрай 108-ші топ, Бақтыбай Айым 109-ші топ, Тәжібай Зарухан 109-ші топ, Нұрғанатқызы Алуа 110-ші топ, Сағынбекова Ақбота 111-ші топ. Біз бұл топтардан алдын тақырыптарды қайталай отырып, балалардың білімін анықтау, бағалау. Енді осы балалардың білімін, тапқырлығын әділ орынбасары Айтуғанова Шолпан Жұмаханқызы, әдістемелік кабинетінің меңгерушісі Тунникова Бақытгүл Бектұрсынқызы және математика информатика пәндерінің оқытушысы Өтепбергенова Жәмила Айдынқызы. Бүгінгі сайысымыз 4 кезеңнен екінші. Қай топ аттарыңызды айтып жіберіңдер. Призма бір ма? Жоқ. Пирамида бір. Пирамида тобы бірінші. Параллелепипед екі. Призма үшінші, призма тобы. Жақсы, рахмет қыздар. Топтың аты. Пирамида деп Топтың аты. пирамида. Пирамида дегеніміз, пирамида бір жағы көпбұрыш, ал барлық басқа жағы төбесі, яғни төбесі үшбұрыштан тұратын көп жақты айтады. Пирамиданың табаны көпбұрыш болып келеді, ал пирамиданың бүйір жағы үшбұрыш болып келеді, бас жағы. Одан бізде дұрыс пирамида көптеген бөліктерге бөлінеді. Оның біреуі дұрыс пирамида деп аталады. Дұрыс пирамида бізде белгіленген. Және дұрыс пирамида дегеніміз параллельді пирамиданың табаны дұрыс көпбұрыш болса, ал төбесі табанның центріне проекцияланатын болса, мұндай пирамиданың бізде дұрыс бұрыш деп аталады. Және бізде дұрыс бұрыш көптеген пирамиданың ең үлкен бөлігі десе де болады, және ол формуланы шешетін оның бүйірінің ауданы алатын болса, осындай екі түрлі формулармен шешетін болады. Бізде қиық пирамида дегенде бар. Бізде қиық пирамида дегеніміз берілген толық пирамиданың табан жазықтығына параллель орналасқан жазықтықтың арасындағы пирамиданы қиық пирамида деп атайды. Бізде қиық пирамида, дұрыс қиық пирамида. Бұл жерде бізде апофема дегеніміз, ол бізде төбесінен Және де жаңа таныстырып өткендей, пирамиданың бүйір қырлары, төбесі және бүйір жағы деп бөліктерге бөлінеді. Пирамида жаңа айтып кеткендей, дұрыс пирамида және де дұрыс қиыр пирамида деген сияқты бөлініп отырады. Және де осы апофема дегеніміз дұрыс пирамиданың бүйір жағының пирамида төбесінен түсірілген биіктігі және осы міне белгіленген. Ал биіктігі дегеніміз пирамида төбесінен оның табан жазықтығына түсірілген перпендикуляр. Ал дұрыс пирамидада жаңа айтып кеткендей, егер табан дұрыс көпбұрыш болып төбесінің проекциясы табанның центріне дәл түссе, онда пирамида дұрыс пирамида. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз параллелепипед. Біздің мына жерде неше түрлі фигуралармен көрсетілген біздің параллелепипедке мысалдар. Және де келесі бізде мақсатта, яғни тіктөртбұрыштармен шектелген кеңістік дегені біз тіктөртбұрышты параллелепипед деп атаймыз. Және де келесі тақырып. Және бізде параллелепипедтің 8 төбелері бар, оларды яғни А, Б, С, Д, Ф, Н деген латын әріптерімен белгілейміз, және де оның 12 қыры бар. Ұзындығы, ені және биіктігі. Мына жерде көрсетілгендей ұзындығы, ені және де биіктігі көрсетілген. Және де осы параллелепипедтің бізде 6 жағы бар.
яғни олар қарама қарсы жақтары бір-біріне тең болып келеді. Былайынан да жалпы қалай қарасақ та бір-бірлеріне қарама қарсы және тең болады. Және де төбелері ол нүктелері, ал жақтары ол тікбұрыш бұрыштар, ал қабырғалары ол кесінді. Және де осы тікбұрышты параллелепипедтің көлемін формуласын айта кететін болсам, V тең АБ-сы, ал бетінің ауданының формуласы S тең 2АБ қосылған 2А-сы қосылған 2Б-сы. Оны қысқаша түрде айтатын болсақ, яғни S тең 2 жақшаның ішіне біз ұзындығы, ені және биіктігін қосып, оны 2-ге көбейтеміз. Және де қабырғаның ұзындығын айта кететін болсам, оны біз L деген әріппен белгілейміз, және оның формуласы L параллелепипед ол екіге бөлінеді. Мен оның тікбұрышты параллелепипедтің қарастырамын. Оның 6 жағы 12 сүйемі жағы бар. Бұл параллелепипедтің ауданын қарастырғанда ауданы 2-ге бөліп қарастырамыз. Толық беті, бүйір беті. Бүйір бетінің формуласы бізде көрсетілген 2Б-сы қосылған 2А-сыға тең болады. Ал толық бетінің ауданы көлемін дамудың формуласы. Не жерде белгілеп жүр. Сонымен қатар бізде кубтың көлемі, ауданы және қыры берілген. Бізде бұл куб квадрат болып келеді, әр қабырғалары бір-біріне тең болып келеді. Сонымен қатар кубтың көлемі және ауданындағы формула бұл бізде В тең А-ның кубы болады. Бұл бізде биіктігінің, ұзындығының және енінің көбейтіндісі. Сонымен қатар ауданы бізде қабырғасы 6 болған, беттері 6 болғандықтан оны S тең 6А-ның квадрат деп аламыз. Мысал ретінде біз деген шаршы келген қант алатын болсақ, оның бір қабырғасы бізде 15 мм болады. Яғни ол бізде 1,5. Бізге бүгінгі тақырыпта берілген тақырыбымыз бізге призма. Осы біз геометриядан бастайтын болсақ, бізде геометрия саласы 2 бөлінеді, планиметрия және стереометрия дейді. Осы бізде призма дегеніміз ол бізде стереометрияға жатады. Призма деп негізінде табандары параллель жазықтықтарда жататын және де көп бұрыштан тұратын қамалар айтылады. Мысалы көп бұрыштары бізде призманың табандары деп аталады. Ал осы бізде бір-бірін қосатын бүйір бұрыштары деп аталады. Мысалы біз призмаға мысал алып келетін болсақ, мына өздеріңіз тұрған бөтелке бар ғой, сол бөтелкенің басын кесіп тастайтын болсақ, мысалы бізде призма шығады. Бізде призма дегеніміз осы. Келесі бізде презентацияға келетін болсақ, Біздегі призманың түрлері, яғни призманың түрлері көп, олар мысалы бірінші түрі, яғни оның бүйір қырлары табандарда перпендикуляр болады. Яғни оның табаны және оның бүйір қыры беріледі, соған перпендикуляр болып орналасады. Және тік призманың табандары дұрыс көп бұрыш, яғни оның табаны бізде көп бұрыш болып келеді десек те болады. Келесі бізде призманың құрам бөліктері көпбұрыштар призманың табандары деп аталады. Табандары дегеніміз бет табандары міне сәйкес төбелердің қосатын кесінділер призманың бүйір қырлары қызылмен белгіленген. Призманың биіктігі деп табандарындағы арақашықтықты айтамыз. Биіктігі міне, содан кейін призманың бір жағына тиісті емес екі төбесін қосатын кесіндісін призманың диагоналі деп атаймыз. Призманың құрам бөліктерінің қасиеттері, олар табандар бір-бірімен тең болады және табандары параллель жазықтықта жатады. Және призманың құрам бөліктері бүйір мозаика берілген үш топтар, топ басшысы немесе бір бала келіп жаңа мозаиканы алып тобымызға барып құрастырамыз. Артында есеп жасырылған, сол есепті шығарып түсіндіріп береміз.
берілген геометриялық денелердің қандай пішіндерге ұқсас екендігін анықта дейді. Мына бірінші тұрған бізде конус қой, Иә, конусымыз енді мына фигураға келеді. Үш бұрышқа келеді. Мына цилиндрымыз қарағанда мына төрт бұрышқа келеді. Мынау бізде мынаған келеді. Мынау шарма дөңгелек мынаған келеді. Мынау пирамида ма? пирамида, иә. Жақсы, рахмет. Математик бірінші кубик ол мына фигураға келеді, тікбұрышты кубикке келеді, тікбұрышты төртбұрышты. Мына екіншісі параллелепипед, ол мына фигураға келеді. Үшіншісі конус, иә? Пирамида. Пирамида кешіріңіз. Ол үшбұрышқа келеді. Мына төртіншісі цилиндр мынаған келеді ме? Иә. Өзім солай ойладым, осыған келеді шығар деп. Мынау соңғысы шар, ол мынаған келеді. Цилиндрға мынау келеді. Иә, ол да келеді. Дұрыс, иә? Рахмет. Геометриялық фигуралар берілген, жазық фигураларды бір банкаға, кеңістік фигураларды екінші банкаға жинау дейді. Жазық деген бар ғой, дөңгелек төртбұрыш, иә? Иә, дұрыс. Ал мынау деген кеңістік фигура деген мынау қашты, иә? Пирамида, куб, Міне мынау, конус, шар, цилиндр, солардың бәрі кеңістіктегі фигуралар, иә. Жақсы, рахмет. Мынау нүкте, мынау кесінді, түзу сүзгі, мынау жаңағы сәуле, сүйір бұрыш, үш бұрыш, төрт бұрыш. Мына кеңістіктегі денелерді атап шығыңыздар. Параллелепипед, пирамида, шар, цилиндр, конус. Жақсы, жарайсыз. Дөңгелек, цилиндр, мынау параллелепипед, мынау конус, Дөңгелек деген недегі жазықтықтағы да шар деген шаршы деп аламыз. Жақсы, рахмет сіздерге. Пирамида шыққан болатын ойымызге. Және берілген білетін болсақ, дұрыс төртбұрышты пирамиданың табанынан қабырғасы 6 сантиметрге, ал биіктігі 4 сантиметрге, ал акваформасы 5 сантиметрге тең. Пирамиданың бүйір бетінің ауданы мен көлемін табыңыздар. Біз бірінші бүйір бетінің ауданын алу үшін бірді екіге бөліп, оны акваформасының көбейтмесіне көбейтеміз. Соны тапқанда қанша шығады? Бізде бүйір бетінің ауданын тапқан кезде 60 шығады. Ал көлемін тапқанда бізде 40 сантиметр. Сонда бізде Бұл бізде шыққан сурет, бұл бізде призма. Призма деген анықтамасын айта кетсек, Жалпы призма дегеніміз ол табандары параллель жазықтықтарда жататын, тең көпбұрыштардан тұратын жүйе сызулары табандарына перпендикуляр болатын кеңістіктегі денелерді призмалар деп атаймыз. Бізге берілген есеп үшбұрышты тік призма табаны материал 6 см, 8 см болса, гипотенузасы 10 см болатын тік бұрышты үшбұрыш. Призманың биіктігі 7 см болса, оның толық бетінің ауданы мен көлемін табыңыздар деймін. бұл бізде берілген жаздық. Бергенде бұл катеттердің табандары және де гипотенузасы 10, оны біз сіздеп аламыз. Бізде параллелепипедтің берілген есептің оқып жүрсін. Тікбұрышты параллелепипедтің өлшемі 7 см, 4 см және 3 см. Осы параллелепипедтің толық бетінің ауданы мен көлемін табыңыздар.
Және де біз солаймен шештік. Берілгені А 7 см, Б 4 см, С 3 см. Бізде мына жерде осы параллелепипедтің толық бетінің ауданы және де көлемін тауып деп тұр. Және де бізде ауданның толық бетін табатын болсақ, бізде S толық бетін табу және де көлемін табу деп табатын нелерді қойдық. Және де осы екеуінің формуласын жаздық. Бізде ауданның бетінің формуласын табу формуласы 2 көбейтілген С, жақшылық ішінде А қосылған В. Ал бізде көлемін табу формуласы В тең А, Б, С. Және де бізде шешім әрекетіне жасақ, S толық, яғни толық бетінің аударын табатын болсақ, екіні бізде басында дезіп тұрған 2 бар ғой, соны мына жердегі 3-ке Қалада өздеріңіз көріп тұрғандай мына жерде бір ұшы жіпқа байланған қағаз парақтар бар. Бұл жерде қызықты логикалық сұрақтар бар. Әр топтан бірден келіп, жіпті тартып, сұрақты аласыздар, жауап бересіздер. Әр топтан бірден келесіз. Бұл жерде балалардың жылдамдығына Сұранысқа болу керек жоқ. Какой термостың кім ашқан дейді. Какой өз ашқан. жақсы рахмет. Жалғыз жұп жай санды ата. Бір. Жұп сан. Жай санды ата. Жайсан. Тобы көмектесуге болады. біз қосымша айтсақ болады ма? Жоқ. Жайсан. Жалғыз жұп жайсан. Бір жазықта жататын, қиылыспайтын екі түзу. Маған берген көптің неше қыры бар? Бізде көптің 12 қыры болады. Жақсы. Бір және 9 арасындағы ең танымал бақытты сан қайсысы? Иә. Ең танымал. Ең танымал. Шеңбер сызатын құрал. Бұрышты өлшейтін құрал. Транспорт деген. Өз тобынан жауап. Теріс сандарда алаш қолданған кім? Теріс сандарда алаш қолданған кім? Хагел. Жауап бар. Басқа топтардан жауап болсын. Қатын ба ғой? Цилиндранда. Конустан өткен жоқ бұлар. Bunları bunlara birbirine perpendikular kesip değil. Paralel. Пирамида, яғни пи төбесі аш биіктігі, бұл бізде аш үшбұрыштан құралған пирамида. Ең үшбұрыштан құралған пирамида. Тура мынау қанша бізде? Неше бұрыш? Бес бұрышты. Өз мәресіне жетті. Әділқазылар бағаларын беріп, балаларымызды марапаттасақ, сіздерге рахмет, келіп қатысқандарыңызға. Болашақта бұдан да жақсы белсенді қатысады деген ойдамын.
міне бүгін аяқталды. Енді Сайнияның жолына мен шығуға қосқызды екеумізге рахмет. Жақсы бірінші курс 9-дан кейінгі топтардың арасында математика, сыртынан білімдерін нақтылау, білімдерін тексеру бойынша сайыс өткізіп жатсыздар. Өте жақсы өтті сайыстарыңыз. Енді бұл сайыс болғаннан кейін міндетті түрде орын беріледі, иә. Енді бұл жерде қазір енді біз пән оқытушысы ретінде бүгін міне мына біздің актуалықтың жабылуы жақындаған кезде мынандай сайысқа келіп отырмыз. Математика фигуралар сайысына көбірек